Сіз білесіз бе, әлемде ешқашан толық есеймейтін жануар бар. Оның аты аксолотль. Бұл кішкентай ғана, күлімсірегендей көрінетін тіршілік иесі шын мәнінде табиғаттағы ең ерекше құбылыстардың бірі. Аксолотль Мексикада кездесетін сирек қосмекенді. Ғылыми атауы Ambestomum mexicanum. Көпшілік оны жүзетін айдаһар деп те атайды, себебі оның басының екі жағында орналасқан қызғылт қауырсын тәрізді желбезектері бар. Бұл желбезектер оған суда тыныс алуға көмектеседі және оны өте ерекше етіп көрсетеді. Ең қызығы, аксолотль ешқашан толық есейіп, құрлыққа шықпайды. Басқа саламандрлар өскенде өзгеріп, құрлықта өмір сүретін болса, аксолотль өмір бойы суда қалып, дернәсіл күйінде өмір сүреді. Бұл құбылыс ғылымда неотения деп аталады. Бірақ аксолотльдің ең таңғаларлық қасиеті оның қайта қалпына келу қабілеті. Егер ол аяғынан айырылып қалса, бірнеше апта ішінде оны қайта өсіре алады. Тек аяқ қана емес, аксолотль жүрек, омыртқа, тіпті миының кейбір бөліктерінде қайта қалпына келтіре алады. Ғалымдар бұл қабілетті зерттеп, болашақта адамдарға да қолдануға бола ма деп үміттенеді. Тағы бір қызық факт, аксолотльдің жарасы тыртықсыз жазылады. Яғни, ол зақымданғаннан кейін бұрынғы қалпына толық келеді. Бұл қасиет медицина үшін өте маңызды, себебі адамдарда жара көбіне тыртық қалдырады. Аксолотльдің табиғи ортасы Мехикодағы Хачимилка каналдары. Бұрын олар көп болған, бірақ қазіргі таңда олардың саны күрт азайып кеткен. Бұған судың ластануы, қала құрылысы және басқа балықтардың пайда болуы әсер етті. Қазір аксолотль жойылып кету қаупі бар жануарлар қатарына кіреді. Соған қарамастан, аксолотль әлем бойынша зертханаларда кеңінен зерттеледі. Ғалымдар оның генетикасын, жасушаларын зерттеп, адам ағзасының қалпына келу мүмкіндіктерін түсінуге тырысып жатыр. Аксолотльдің тағы бір ерекшелігі, оның түр-түсі әртүрлі болуы мүмкін. Табиғатта көбіне қара немесе қоңыр түсті болса, зертханаларда ақ, қызғылт, тіпті алтын түсті аксолотльдер де бар. Әсіресе қызғылт түсті, қара көзді аксолотльдер өте танымал. Көп адамдар аксолотльді үй жануары ретінде де ұстайды. Бірақ оны күту оңай емес. Оған таза су, тұрақты температура және арнайы күтім қажет. Сондықтан оны асырау үшін алдын ала жақсылап дайындалу керек. Аксолотль тек әдемі ғана емес, сонымен қатар ғылым үшін өте маңызды жануар. Оның ерекше қабілеттері болашақта медицинада үлкен жаңалықтарға жол ашуы мүмкін. Сондықтан, келесі жолы сіз осы кішкентай күлімсіреген айдаһарды көрсеңіз, оның тек сүйкімді ғана емес, табиғаттың нағыз ғажайыбы екенін ұмытпаңыз. Мүмкін дәл осы аксолотль адамзаттың болашағына әсер ететін ең маңызды құпиялардың бірін сақтап тұрған шығар.